қылмыстық ісін берсеңіз. Менде орысшада 20577 санды молекулярды генетикалық сараптама қорытындысын оқысам. Жариялауға рұқсат берсеңіз. 35-ші томда орысшасы, 36-ші томда қазақшасы. Отырып оқи берейін, рұқсат. Қорытынды 39 бетте. Сарапшының қорытындысы 20-577. Комиссиялық Алматы қаласы 4-ші қараша 2024 жыл. Іс беттерін айтсаңыз. 36-ші том іс беті 4. 2024 жылғы 22-ші Қазақстанда Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі оңтүстік шығыс өңірі бойынша өңіраралық сот сараптамалар орталығына Қонаев қаласы Алматы облысы полиция департамент тергеу бөлімі жедел тергеу тобының тергеушісі полиция майоры Нариманұлының қаулысы кезінде 04-10-2024 жылы нөмірі 24-19-620-310-020-18 болып тіркелген сотқа дейінгі тергеп тексеру материалдары бойынша молекулярлық генетикалық сараптама тағайындау туралы 2024 жылғы 21 қазанда шығарылған 2008 жылы туылған кәмелетке толмаған Полатқа қатысты қайтыс болған топтық төбелес фактісі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабы 2 бөлігі 5-7-9-14 тармағы бойынша көзделген қылмыстық құқық бұзушылық құрамының белгілері бойынша зерттеуге жедел топ тергеушісі полициясының аға майор Нариманұлы жеке өзі мынадай заттай дәлелдемелер мен материалдарын ұсынды. Екі парақтағы Қорытынды бөлігін оқисыз. Қорытынды емес, құрметті сот, негізі егер сіз зерттеу бөлігіндегі ДНК жоқ деп анықталғаны туралы болса, және қорытынды бөлігінде Қали Ахметтің ДНК-сы анықталған болса, ол зерттелді ғой өзіңізбен. Зерттелген жоқ, құрметті сот, ол толығымен оқылған жоқ, мен соны толығымен оқып шықсам деймін. Қай бөлігін? Қарар бөлігін, қорытынды бөлігін, құрметті сот. Басқа жерде де қарама-қайшылықтар болып тұр ма? Қарама-қайшылықтар бар. Жақсы. Тек бір пышақта емес, 3 пышақта да, құрметті сот, қарама-қайшылық бар. Сол себепті. Синтездеу бөлігі. Жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін талдай және бағалай отырып, сарапшылар мынаны айтады. Әдеби деректерге сәйкес зерттелген локустар жиынтығы бойынша ДНК-ның генетикалық профильдер зерттелген 8-ден кем емес әр адам үшін жеке болып табылады. Зерттелген локустардың кем деген екеуінде белгілі бір адамның және биоматериалдың белгіленген генотиптеріндегі ДНК генетикалық профиліндегі аллельдік комбинациялардың аллельдік жұптардың айырмашылығы олардың өзара ерекшелігін көрсетеді. Зерттеуге ұсынылған алынған заттай дәлелдемелер атап айтқанда 16 мм калибрлі гильзаның бетінен қамажай дүкенінің кіреберіс есігінің тұтқасынан, бетінің ішкі жағынан қамажай дүкенінің кіреберіс есігінің тұтқасының бетінен сыртқы жағынан жиналмалы пышақтың тұтқасы мен жүзінің бетінен тұтқасы қара жасыл түсті ас үй пышағының жүзінен және тұтқаның бетінен Volkswagen Golf маркалы автомашинасынан алынған тұтқасы қоңыр түсті ас үй пышағының тұтқасы мен жүзінің бетінен күдікті аш насылдың орнында айғақтарды тексеру және нақтылау барысында алынған қоңыр түсті тұтқасы бар ас үй пышағы тұтқасының бетінен жәбірленуші Нұрымовтың орнында айғақтарды тексеру және нақтылау барысында алынған күміс түсті тұтқасы бар үстел пышағының тұтқасы мен жүзінің бетінен дөңгелек пішінді металл заттың картеч бетінен жұғындыда молекулалық генетикалық зерттеу жүргізуге жарамды ДНК бар биоқабаттар бар. Күдікті насылдың орнында айғақтар тексеру және нақтылау барысында алынған қоңыр түсті тұтқасы бар ас үй пышағының жүзінің бетіндегі биоқабаттарда А201-56 тегіс ұңғылы қарудың бетінің жұғындында жеке басын сәйкестендіруге жарамды ДНК бар биоқабаттар жоқ.
Бұл ядролық ДНК бар зерттеуге жарамды қабаттардың болмауына байланысты болуы мүмкін. Бұл зерттелген аутосомды ДНК локустары бойынша генетикалық профильдің болмауы туралы куәландырады. 16 мм калибрлі гильзаның бетінен жұғындыдағы биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК 4 немесе одан да көп анықталмаған әйелдер мен ерлер генетикалық жынысына жатады. 16 мм калибрлі гильзаның бетінен жұғындыдағы биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК-ның шығу тегі жәбірленуші Полаттан, жәбірленушілер Бишімбаева, Нұрымовтан, Гаипбаевтан, күдіктілер Тоқтаубаевтан, Әскентайдан, Сакиевтан, Ильясовтан, Белкожаевтан, Шынасылдан, Рузбакиевтан, Қалиахметтен, Казаккеновтен, Ысқақтан, куәлер Жақсыгелді Абдыкадырдан, Мұратовтан, қорғалуға құқы бар куә Нұрбековадан алынып тасталды. Қамажай дүкенінің кіреберіс есігін тұтқасын бетінің ішкі жағынан жұғындығдағы биоқабаттарда қоспада орнатылған ДНК 4 және одан да көп анықталмаған әйелдер мен ерлер генетикалық жынысына жатады. Қамажай дүкенінің кіреберіс есігін тұтқасын бетінен ішкі жағының жұғындығдағы биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК-ның шығу тегі жәбірленуші Полаттан, жәбірленушілер Бишімбаева, Нұрымов, Гаипбаевтан, күдіктілер Тоқтаубаевтан, Әскентайдан, Сакиевтан, Ильясовтан, Белкожаевтан, Шынасылдан, Рузбакиевтан, Қалиахметтен, Казакеновтен, кәмелеттік жасқа толмаған Ысқақтан, куәлер Жақсыгелдіден, Абдыкадырдан, Мұратовтан, қорғалуға құқы бар куә Нұрбековадан алынып тасталады. Қамажай дүкенінің кіреберіс есігін тұтқасын бетінен сыртқы жағын жұғындыдағы биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК күдікті Қалиахметке және әйелдер мен ерлер генетикалық жынысы анықталмаған 3-тен астам адамға тиесілі. Қамажай дүкенінің кіреберіс есігін тұтқасын бетінен сыртқы жағының жұғындыдағы биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК-ның шығу тегі жәбірленуші Полаттан, Бишімбаевадан, Нұрымовтан, Гаипбаевтан, күдіктілер Тоқтаубаевтардан, Әскентайдан, Сакиевтен, Ильясовтан, Белкожаевтан, Шынасылдан, Рузбакиевтен, Казакеновтен, Ысқақтан, куәлер Жақсыгелдіден, Абдыкадырдан, Мұратовтан, қорғалуға құқы бар куә Нұрбековадан алынып тасталады. Жиналмалы пышақ тұтқасын бетінен биоқабаттар қоспағанда орнатылған ДНК 4 немесе одан да көп анықталмаған әйелдер мен генетикалық жынысына жатады. Жиналмалы пышақ тұтқасын бетінен биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК-ның шығу тегі жәбірленуші кәмелеттік жасы толмаған Полаттан, жәбірленушілер Бишімбаевадан, Нұрымовтан, Гаипбаевтан, Тоқтаубаевтардан, Әскентайдан, Сакиевтен, Ильясовтан, Белкожаевтан, Шынасылдан, Рузбакиевтен, Қалиахметтен, Казакеновтен, Ысқақтан, Жақсыгелдіден, Абдыкадырдан, Мұратовтан, қорғалуға құқы бар Нұрбековадан алып тасталады. Жиналмалы пышақ жүзінің бетінен биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК 5 немесе одан да көп белгісіз әйелдер мен ерлер генетикалық жынысына жатады. Жиналмалы пышақ жүзінің бетінен биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК-ның шығу тегі жәбірленуші Полаттан, жәбірленушілер Бишімбаева, Нұрымовтан, Гаипбаевтан, күдіктілер Тоқтаубаевтан, Әскентайдан, Сакиевтен, Ильясовтан, Белкожаевтан, Шынасылдан, Рузбакиев, Қалиахметтен, Казакеновтен, Ысқақтан, куәлер Жақсыгелдіден, Абдыкадырдан, Мұратовтан, қорғалуға құқығы бар куә Нұрбековадан алынып тасталады. Қара жасыл түсті тұтқасы бар ас үй пышағы тұтқасы бетінің биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК әйелдер мен ерлер генетикалық жынысында 3 және одан да көп белгісіз тұлғаларға тиесілі. Қара жасыл түсті тұтқасы бар ас үй пышағының тұтқасының бетінен биоқабаттардың қоспасында орнатылған ДНК-ның шығу тегі жәбірленуші Полаттан, жәбірленушілер Бишімбаевадан, Нұрымовтан, Гаипбаевтан, күдіктілер Тоқтаубаевтан, Әскентайдан, Сакиевтен, Ильясовтан, Белкожаевтан, Шынасылдан, Рузбакиевтен, Қалиахметтен, Казакеновтен, Ысқақтан, куәлер Жақсыгелдіден, Абдыкадырдан, Мұратовтан, қорғалуға құқығы бар куә Нұрбековадан алынып тасталады. Қара жасыл түсті тұтқасы бар ас үй пышағының жүзінің бетінен биоқабаттардың қоспасында орнатылған ДНК 4 немесе одан да көп анықталмаған әйелдер мен ерлер генетикалық жынысына жатады.
қара жасыл тұтқасы бар ас үй пышағының жүзінің бетінен биоқабаттардың қоспасында орнатылған ДНК-ның шығу тегі жәбірленуші Полаттан, жәбірленушілер Бишімбаева, Нұрымов, Гаипбаевтан, күдіктілер Тоқтаубаевтан, Әскентайдан, Сакиевтен, Ильясовтан, Белкожаевтан, Шынасылдан, Рузбакиевтен, Қалиахметтен, Казакеновтен, Ысқақтан, Куәлер Жақсыгелдіден, Абдыкадырдан, Мұратовтан қорғалуға құқығы бар Куә Нұрбековадан алынып тасталады. Мемлекеттік номері 039 AZX 05 Volkswagen Golf маркалы автомашинадан алынған қоңыр түсті тұтқасы бар ас үй пышағы, тұтқасын бетін биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК әйелдер мен ерлер генетикалық жынысын 3 және одан да көп белгісіз тұлғаларына тиесілі. Мемлекеттік номері 039 AZX 05 Volkswagen Golf маркалы автомашинадан алынған қоңыр түсті тұтқасы бар ас үй пышағы, тұтқасын бетінен биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК-ның шығу тегі жәбірленуші Полаттан, Бишімбаевадан, Нұрымовтан, Гаипбаевтан, күдіктілер Тоқтаубаевтан, Әскентайдан, Сакиевтен, Ильясовтан, Белкожаевтан, Шынасылдан, Рузбакиевтен, Қалиахметтен, Казакеновтен, Ысқақтан, Куәлер Жақсыгелдіден, Абдыкадырдан, Мұратовтан қорғалуға құқығы бар Нұрбековадан алынып тасталады. Мемлекеттік номері 039 AZX 05 Volkswagen Golf маркалы автомашинадан алынған қоңыр түсті тұтқасы бар ас үй пышағы жүзінің бетінен биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК 5 және одан да көп әйел және еркек генетикалық жыныстағы белгісіз тұлғаларға тиесілі. 039 AZX 05 Volkswagen Golf маркалы автомашинадан алынған қоңыр түсті тұтқасы бар ас үй пышағының жүзінің бетінен биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК-ның шығу тегі жаңағы барлық жәбірленушілердің бәрін көрсетеді, сотталушыларды көрсетеді, Нұрбековадан алынып тасталады. Күдікті Шынасылдың орнында айғақтарды тексеру және нақтылау барысында алынған қоңыр түсті тұтқасы бар ас үй пышағы, тұтқасы бетінен биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК күдікті Қалиахметке және әйелдер мен ерлер генетикалық жынысындағы 4 анықталмаған адамға тиесілі. Күдікті Шынасылдың орнында айғақтарды тексеру нақтылау барысында алынған қоңыр түсті тұтқасы бар ас үй пышағы тұтқасының бетінен биоқабаттар қоспасында анықталған шығу тегі жәбірленуші Полаттан, жәбірленуші Бишімбаевадан, Нұрымовтан, Гаипбаевтан, Тоқтаубаевтан, Әскентайдан, Сакиевтен, Ильясовтан, Белкожаевтан, Шынасылдан, Рузбакиевтан, Казакеновтен, Ысқақтан, Куә Жақсыгелдіден, Абдыкадырдан, Емұратовтан қорғау құқығы бар Куә Нұрбековадан алынып тасталады. Жәбірленуші Нұрымовтың орнында айғақтарды тексеру және нақтылау барысында алынған күміс түсті тұтқасы бар асқаналық пышақ тұтқасының бетінен биоқабаттар қоспасында анықталған ДНК күдікті Д. Қалиахметке және әйелдер мен ерлерге генетикалық жынысындағы анықталмаған 3-тен астамға тиесілі. Жәбірленуші Нұрымовтың орнында айғақтарды тексеру және нақтылау барысында алынған күміс түсті тұтқасы бар асқаналық пышақ тұтқасының бетінен биоқабаттар қоспасында анықталған ДНК-ның шығу тегі жәбірленуші Полаттан, Бишімбаевтан, Нұрымовтан, Гаипбаевтан, күдіктілер Тоқтаубаевтан, Нұрымовтан, Гаипбаевтан, күдіктілер Тоқтаубаевтан, Әскентай, Сакиев, Ильясов, Белкожаев, Шынасылов, Рузбакиев, Казакеновтен, Ысқақтан, Жақсыгелдіден, Абдыкадырдан, Мұратовтан қорғауға құқығы бар Нұрбековтен алынып тасталады. Қорытынды. Зерттелуге ұсынылған оңтүстік аймақ кезінде алынған заттай дәлелдемелер атап айтқанда 16 мм калибрлік гильзаның бетінен, қамажай дүкенінің кіреберіс есігінің тұтқасының бетінен, ішкі жағынан қамажай дүкенінің кіреберіс есігінің тұтқасының бетінен, сыртқы жағынан жиналмалы пышақтың тұтқасы мен жүзінің бетінен, тұтқасы қара жасыл түсті ас үй пышағының жүзінен және тұтқаның бетінен Volkswagen маркалы автомашинадан алынған тұтқасы қоңыр түсті ас үй пышағының тұтқасы мен жүзінің бетінен күдікті Шынасылдың орнында айғақтарды тексеру және нақтылау барысында алынған қоңыр түсті тұтқасы бар ас үй пышағы, тұтқасының бетінен жәбірленуші Нұрымовтың орнынан айғақтарды тексеру және нақтылау барысында алынған күміс түсті тұтқасы бар үстел пышағының тұтқасы мен жүзінің бетінен дөңгелек пішінді металл заттың кортеж бетінен жұғынды да молекулалық генетикалық зерттеуге жарамды ДНК биоқабаттар бар. Күдікті Шынасылдың орнында айғақтар тексеру және нақтылау барысында алынған қоңыр түсті тұтқасы бар ас үй пышағының бетіндегі биоқабаттары А201-56 тегіс ұңғылы қарудың бетінен жұғынды да жеке басын сәйкестендіруге жарамды биоқабаттар жоқ.
Бұл ядролық ДНК бар зерттеуге жарамды қабаттардың болмауына байланысты. 16 қамажай 16 мм калибрлік гильзаның бетінен жұғындығдағы биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК-ның шығу тегі жәбірленуші Кәмелет толмаған Полаттың жәбірленушілер Бишімбаевадан, Нұрымовтан, Гайыпбаевтан, Тоқтаубаевтан, Әскентайдан, Сакиевтен, Ильясовтан, Белкожаевтан, Шынасылдан, Рузбакиевтен, Калиахметтен, Казакеновтен, Сқақтан, Куә Жақсыгелден, Абдықадырдан, Мұраттан, Қорғалы құқы бар Куә Нұрбековадан алынып тасталады. Қамажай дүкенінің кіреберіс есігінің тұтқасының бетіндегі ішкі жағын жұғындағы биоқабаттар қоспада орнатылған ДНК 4 және одан да көп анықталмаған әйелдер мен ерлер генетикалық жынысына жатады. Қамажай дүкенінің кіреберіс есігінің тұтқасының бетінің ішкі жағын жұғындыдағы биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК-ның шығу тегі жәбірленуші Полаттан, жәбірленушілер Бишімбаевадан, Нұрымовтан, Гайыпбаевтан, күдіктілер Тоқтаубаев, Әскентай, Сакиев, Ильясовтан, Белкожаевтан, Шынасылдан, Рузбакиевтен, Калиахметтен, Казакеновтен, Сқақтан, Куәлер Жақсыгелден, Абдықадырден, Мұраттан, Қорғалы құқы бар Куә Нұрбековден алынып тасталады. Қамажай дүкенінің кіреберісінің тұтқасының бетінің сыртқы жағын жағындығыдағы биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК күдікті Қалиахметке және әйелдер мен ерлер генетикалық жынысы анықталмаған 3-тен астам адамға тиесілі. Жиналмалы пышақ тұтқасының бетін биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК 4 немесе одан да көп анықталмаған әйелдер мен ерлер генетикалық жынысына жатады. Жиналмалы пышақ тұтқасының бетінен биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК-ның шығу тегі жәбірленушілер мен күдіктілер куәлерден алынып тасталады. Қара жасыл түсті тұтқасы бар ас үй пышақ тұтқасының бетінен биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК әйелдер мен ерлер генетикалық жынысындағы 3 және одан да көп белгісіз тұлғаларға тиесілі. Күдікті Шынасылдың орнында айғақтар тексеру және нақтылау барысында алынған қоңыр түсті тұтқасы бар ас үй пышағы тұтқасының бетінен биоқабаттар қоспасында орнатылған ДНК күдікті Қалиахметке және әйелдер мен ерлер генетикалық жынысындағы 4 анықталмаған тұлғаға тиесілі. Құрметті сот, бізге рұқсат па? Осы сараптамаға сәйкес сараптаманың қарар бөлігінде барлық іс анықтауға жаңағы картештен жаңа оқиға болған Шынасылдың оқиға болған жерді айғақтар тексеру және нақтылау барысында алынған қоңыр түсті үстел пышағының тұтқасымен жүзін бетінен дөңгелек пішінді металл затын картеш бетінен жұғындыған молекулалық генетикалық зерттеу жүргізуге жарамды ДНК бар биоқабаттар жоқ деп көрсетіп, қорытындыда жаңағы картечпен оқиға орындалған қоңыр сабытты пышақта Қалиахметке тиесілі деп көрсеткен. Сол себепті құрметті сот, сараптама біз бәріміз оқиғаның жалпы видеосын көрдік, куәлерден жауап алдық. Жаңағы екінші ас үй пышағы да Нұрымовтың жауап беру кезінде тартпадан алынды, оқиға болған жерді нақтылау барысында. Ол бейне жазбан бәрін көрдік. Бүгінгі таңда Қалиахметке тағылып отырған айып, яғни қоғамдық тәртіпті бұзып, бұзақылықты, яғни қару-жарақты пайдаланумен бұзақылық жасады деген айып тағылып отыр. Осы сараптама негізінде. Сараптаманың сипаттау бөлігінде көрсетілген жайттар қорытынды бөлігінде өз мүлдем бөлек көрсетілген. Сол себепті құрметті сот, аталған сараптаманы дәлелдемелер қатарынан алып тастауды және заңсыз деп тануды сұраймын. Сонымен қатар осы сараптаманы жүргізген оңтүстік
оңтүстік шығыс өңірі бойынша өңіраралық сараптама комиссия мүшелері үш сарапшыға қатысты жеке қаулы шығаруды және 420 бапта көрсетілген қылмыстық жауаптылыққа тартуды сұраймын, құрметті сот. Рахмет. Жазбаша түрде талап өтініш сот кабинеті арқылы бүгін кешке дейін жолданады, құрметті сот. Рахмет. Осыған байланысты пікірлерін айтушы бар ма? Айтам деушілер. Қарсылықтарыңыз. Сіздер қолдайсыздар ма қорғау тарабы? Өтініш хатты. Қорғаушылар. Сотталушылар сіздердің пікірлеріңіз. Айыптау тарабы. Мемлекеттік айыптаушылар. Айта беріңіздер. Микрофон беріңізші. Құрметті сот, аталған сараптаманы заңсыз деп тануға біздің пікірімізше негіз жоқ, себебі сарапшымен қойылған сұрақтар бойынша тиісті жауаптар, нақты жауап берілген. Ол қорғаушымен көрсетілген уәжделері сәйкес сарапшы Иванова алдын ала тергеу кезінде жауап алған болатын. Ол жөнінде ол тиісті өзінің жауаптарын берген болатын. Осыған байланысты бұл өтініш хатты қанағаттандыру дұрыс қылдыру сұраймыз. Құрметті сот, қарсылық айтсам болады ма? Құрметті сот, мен қарсымын, себебі бұл сараптаманы комиссиялық сараптама болып есептеледі. Оны бір ғана Иванова жасаған жоқ. Оны сонымен қатар Цой және Усманова есімді сарапшылар жасаған. Бұл жерде айыптау, мемлекеттік қорғаушы, мемлекеттік айыптауды қолдап отырған прокурордың айтып отырған мен білем. Ол кезде мен сауал қойғанмын. Не себепті бұндай айырма қайшылықтар бар деп. Оған Иванова толықтай жауап қайтара алмаған. Сол себепті бұл сараптама комиссия топ 3 сарапшының қорытындысымен жасалуына байланысты, құрметті сот, өзімнің өтінішімді қанағаттандыруды сұраймын. Жақсы, сот тараптардың пікірлерін тыңдап қаулы етті. Бұл өтініш хатты ашық қалдыруға сот кеңесу бөлмесінде өтініш хатты шешеді. Егер қажет деп жатса, сарапшыларға қатысты жекеше қаулы шығаруға шешім қабылдайды. Басқа өтініш хаттарыңыз бар ма? Мемлекеттік айыптаушылар. Түске дейінгі сот отырысында бізбен айтылған болатын бейне түсірілімнің үзіндісін біз шығарып алып келеміз деп. Сол себепті бірінші өтініш хат, сол бейне түсірілімді қосып сол сәтке қойсақ, одан кейін барып осы суреттерді мен ұсынсам, салыстыру үшін. Ешқандай өзгеріссіз. Қарсылықтарыңыз бар ма? Тараптар. Жақсы. Дүкеннің сыртында алдында, қамажайдың алдындағы видео. Аха, 0101-ден басталады. Өзіңіз тоқтатып отырсаңыз. Айтып отырыңыз, қай жерде тоқтау керек? Жақсы, рұқсат. Құрметті сот, теледидардың сол жақ бұрышында, осы жерде бұл алдында сотталушы Шынасылдың, сотталушы Қалиахметтің қорғаушысына берген жауабында өзі айтқан болатын пышақты көзілдіріктің мешочигіне салып алып келдім деп. Бізбен сұрақ қойылды, біз айтып тұрған жоқпыз, нақты сол зат деп, бірақ сұрақ қойылды, сол зат па деп. Одан кейін киімдерін салыстыратын болсақ, мына жерде трикосы, шалбары, қалтасының астында ақ жолағы бар деп мен айттым. Пристав рұқсат болса, сотқа берсеңіз.
Құрметті кешіріңіз, одан кейін экранда мынаны алсаңыз. көрсете ме бұл кісі? қазір суретін көрсетеміз. Анау шынасылдан алған киім, шалбары және Жақсы, қорғаушыға беріңіз. көрсетіп жатсаңыз. Қорғаушыға беріңіз. көрсетеміз. Киім, қараңыз, киімін салыстырсаңыз, нақты тергеу кезінде. Иә, шынасылдың қолы, иә. Жоқ, мынау шынасы емес па? Жоқ, ол Ильясов қой енді. Қарасаңшы, теледидардың сол жағында бұрышы деп айтып тұр, нақты. Болады. Мынау жолақ деп тұрғаныңыз шалбарындағы ма? Мынандай, иә, қиғашынан, қалтаның астындағы. Мен ұзыннан деп тұрған жоқпын, көлденең жатқан. Мына жердегі Аяқ киімін эфирді ашып қарасаңыз да болады. Нақты біз қайтадан көрдік. Шынасылдың өзі айтқан өкшесі ақ болды деп кроссовки киген. ал енді оның өзінің беті көріне ме? Бетін айтып тұрған жоқпын. Алған киімдерді салыстырсаңыз, тергеу кезінде де осы киімдер алынған. Түп нұсқасын алсаңыз, құрметті сот, 3-ші томда бізде 85-86 бетте бар. Ал құрметті сот, осындай киімдер жалғыз өзінде емес, және де аяқ киіміндегі ақ жолақ ол да бар басқалардың. Жақсы, бұл өтініш хат бойынша сот қаулы етті. Қанағаттандырудан бас тартуды, бұл фотоларды қылмыстық іс құжаттарына тіркеуден бас тартуға. Басқа, диск бойынша бағана жасырын тергеу әрекеттерін. Құрметті сот, диск бойынша біз анықтадық. Алдына тергеу барысында, жүргізу барысында ол диск жарамсыз деп танылып, іс құжаттарға тіркелмеген болатын. Осыған байланысты қазіргі таңда іс құжаттарда жоқ. Енді сол жазба бойынша, стенограмма бойынша пікірлеріңізді айтасаңыз. Жалпы біз қарсы емеспіз сол жария жөнінде. Жоқ, жариялады ғой, соны дәлелдемелер қатарынан алып тастау, алмау, қалтыру туралы. Қажет жоқ деп ойлаймын, құрметті сот. Өйткені заң талаптарына сәйкес жүргізген. Жақсы. Жәбірленушінің өкілдері, сіздердің пікірлеріңіз. Енді мемлекеттік айыптаушылардың айтуы бойынша диск жарамсыз болып қалған, жазылған, жасырын тергеу әрекеттері. Құрметті сот, онда осы стенограмманы кәдімгі дәлелдеме ретінде. Жақсы. Басқа айтам деушілер бар ма? Спасибо, уважаемый суд. Уважаемый суд, я возражаю, так как нету подтверждения того, что подтверждение действительности этой стенограммы, ввиду отсутствия диска, прошу отказать. Жақсы, Записи нету. тараптардың пікірлерін тыңдап. В дальнейшем, даже если возникнет вопрос, мы не сможем сравнить, если даже взять просто образцы голоса и сравнить даже не с чем. Жақсы, сот Құрметті сот, тараптардың пікірлерін тыңдап, Құрметті сот. бұл пікір айтуға болады ма? айтыңыз. Құрметті сот, мен прокуратураны түсінбеймін. Бұл кісілер объективны данный берілген дүниелерді анық адам жүргізген, олардың барлығын жоқ деп қабылдағысы келмейді. Мына жерде жоқ дүниені бар қылғысы келеді. Диск болмаса, қалай оны біз дәлел қатарына жатқан. Сондықтан Рахмет. Сот қаулы етті. 58-25 санды нөмірлі диск болмауына байланысты сол дискте жазылған стенограммаларды айғақ қатарынан алып тастауға. Басқа өтініш хаттарыңыз. Себебі түп нұсқасы жоқ. Оны сотталушылардың өздері де айтып отыр, біз сондықтан күмән тудырады. Басқа өтініш хаттарыңыз, тараптар. Адвокат Ержанов сізде бар ма? Алдындағы өз берген өтініш хаттарыңыздан бас тартасыз ба? Үш өтініш хат. Бұл өтініш хатты ашық қалдырғансыз, енді өзіңіздің қарауыңызға қосымша куә ретінде Дархан Жезесін, содан кейін қосымша куәгер ретінде уақытша ұстау изоляторының басшысы Қуаныш есімді азаматты, содан кейін көзіне ота жасаған Қонаев қаласының ауруханасының дәрігерін жауап алсақ. Жақсы, бұл жерде сот қаулы етті. Қарау жүргізген Талғар аудандық ауруханасының қызметкерлерін анықтап, қосымша куә ретінде сотқа шақырып жауап алу туралы өтініш хатын қанағаттандырудан бас тартты. Себебі сот ондай мүмкіншілік жоқ, анықтап бәрін сотқа шақыратын. Уақытша ұстау изоляторын бастаған қосымша куә ретінде сотқа шақыру туралы бұл өтініш хат бойынша сот қаулы етті бас тартуға. Себебі қажет емес деп есептейді оны жауап алу.
және Аскентайдың Ринат есімді жездесін қосымша куә ретінде сотқа шақырып жауап алуды. Бұл Ринат есімді жездесінің толық анкеталық данылары сотта жоқ. Маған жүктесеңіз мен сот отырысына аламын. Енді осы уақытқа дейін тараптардың барлығы сарапшыларды да жеткізіп отырды сот отырысына. Құрметті сот, жәбірленушінің заңды өкілі Қаржыбай мырзамен бір күні шақырсақ деп ойлағам. Енді жәбірленушінің өкілі кемесе кеше айтылды. Қажет емес тогда, ол кемесе ол кісі. Жақсы, онда бұл өтініш хаттан бас тартып отырсыз. Рахмет. Құрметті сот, менің бір өтінішім бар еді. Құрметті сот, барлық істер қаралған кезде, егер де адам ауырып жатса, тиісті анықтама керек. Жақсы. Егер де ол кісі стационарда жатса, жатсын, онда сөз жоқ. А егер де жай справка болатын болса, онда әкелтуіне болады деп есептеймін мен. Жақсы, Болмаса келесі сот отырысына, келесі емес, кейін сотқа міндетті түрде анықтамасын жеткізуіңізді сұраймын. Жақсы, құрметті сот. Басқа өтініш хаттарыңыз болмаса, сот Менде бір өтініш хат бар, құрметті айта сот. беріңіз. Қазіргі таңда аталған сот қылмыстық қаралуда. Сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында 2024 жылғы 5 қазанда қорғануға құқығы бар куә ретінде Елмира Құрманғали қызы Нұрбековадан жауап алынған. Тергеу кезінде Елмира Нұрбекова айыпталушылардың қылмыс жасаған әшкерелейтін айғақты жауап берген. Атап айтқанда ол, содан бала ішімен жатқан кезде Абзал қолындағы пышағымен арқа жағынан ұрып жатқаны көрдім деп айғақ берген. 6-шы бума 161-ші іс парағы 1-ші абзац. Куә Нұрбекованың алғаш берген айғақтары алдын ала тергеу барысындағы анықталған дәлелдемелермен сәйкес келеді. Сондай-ақ Нұрбекованың аталған жауабы сот медициналық сарапшының қорытындысынан бұрын, яғни 2024 жылғы 1 қарашадағы номері 173 қорытындыға дейін алынған анық. Яғни ол тек өзіне ғана белгілі жайттардығы жауап алу барысында баяндаған. Алайда сот тергеу барысында, яғни 2025 жылы 28 сәуірде куә ретінде жауап алынған Нұрбековаға Бұл кісі прениеде айтатын сөздер ме? Жоқ, өтініш хат айтып жатырмын. Енді ол кісінің Сот рұқсат беріп отыр, тыңдап отыр мұқият. Мен прения айтып жатқан жоқпын, құрметті әріптес. Жалғастыра беріңіз. Алайда сот тергеу барысында, яғни 2025 жылы 28 сәуірде куә ретінде жауап берген Нұрбекова алдын ала тергеуде берген жауабын өзгертіп, айыпталушы Шынасылдың кәмелетке толмаған жәбірленуші Шерзат Болатқа пышақ салғанын көрмеген деп айғақ берді. Ол 2024 жылғы 5 қазандағы жауап алу хаттамасына қол қойған кезде хаттамада не жазылғанын түсінбегенін сылтауратты. Бұл түсінбеушілікті ол хаттаманың қазақ тілінде жазылғанымен, қазақ тілін толықтай түсінбейтіндігімен байланыстырды. Сонымен қатар ол жауап алу хаттамаға қол қоюына полиция қызметкерлері тарапынан қысым жасалғанын айтты. Аталған қысым бір тәулік бойы полиция бөлімінде ұсталғанын және 100-ге жуық полиция қызметкерлері тарапынан бірнеше рет жауап алуымен байланысты деп көрсетті. Алайда сот барысында куә Нұрбекованың қазақ тілін білмейтініне қатысты деректер қылмысты тергеу материалдарымен, нақтырақ айтқанда оның қатысуымен жүргізілген тергеу әрекеттерінің бейне жазбаларымен толық жоққа шығарылды. Бұл бейне жазбаларды зерттеу кезінде куә Нұрбекованың қазақ тілінде еркін сөйлейтіні, қойылған сұрақтарды түсініп оларға жауап беретіндігі сот тергеу барысында да анықталды деп есептейміз. Сонымен бірге полиция қызметкерлері тарапынан қысым көрсетілді деген мәліметтер де расталмады. Егер куә Нұрбекованың тергеу барысында заңмен көзделген құқықтары бұзылған жағдайда, оның немесе қорғаушысының қазіргі уақытқа дейін құқық қорғау органдарына арыз шағыммен жүгінуге еш кедергі болмағаны да анық деп есептейміз. Куә ретінде жауап алынбас бұрын сот тарапынан Нұрбековаға куәнің құқықтары мен міндеттері түсіндірілген және Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 420 бабына сәйкес жалған айғақ берген үшін жауапкершілікке тартылатыны да ескертілген. Сонымен бірге куә Нұрбекова сотта шындықтағанын айтуға ант берген және бұл туралы құжатқа қол қойған. Сонымен қатар сот тергеу барысында зерттелген іс материалдарымен және Нұрбекованың өз жауабына сай оның қозғалысына сотталушылар тарапынан шектеу қойылмағаны, сондай-ақ сотталушыларға тікелей тәуелді болмағаны анықталды. Куә Нұрбекованың жанында үнемі өзінің ұялы телефоны болған. Бұл тұжырым куә Нұрбекованың қылмыс жасалғаннан кейін сотталушылардың бір бөлігімен бірге қозғалған Toyota Land Cruiser Prado автокөлігіне орнатылған
бейне тіркегіш арқылы жасалған бейне жазбамен танысқаны туралы хаттамаға негізделіп жасалған. 24 бума 170 іс парағы. Бейне жазбамен танысу барысында куә Нұрбекова аталған көлікте болғанын растаған. Аталған бейне жазбада Нұрбекованың өз ұялы телефон арқылы еркін сөйлесіп отырғаны көрінеді. Сондай-ақ сотталушылардың қалжыңдығына араласып күлкіде болуы да оқиға болған жердегі мән жайларды талқылауға, өзінің пікірін білдіріп әңгімеге араласып отыруы автокөлік ішіндегі сотталушылардың тарапынан қандай да бір қысымның болмағаны анық көрінуде. Ол сот барысында берілген Нұрқиястың жауабымен де сәйкестендіріледі. Себебі Нұрқиясқа берілген сұрақта ол Тегімен атасаңыздар. болады делді. Тегімен. Атымен емес, тегімен. Ильясов Нұрқияс, кешірім сұраймын. Осыған орай аталған мәліметтерге сүйене отырып, куә Нұрбекованың іс әрекеттерінде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 421 бабы 2 бөлігіне сәйкес аса ауыр қылмыс туралы қылмыстық іс бойынша сот тергеуінде куәнің көрінеу жалған айғақтар беруі және Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 434 бабына сәйкес жасалған аса ауыр қылмысты хабарлама бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтардың белгілері бар деп санаймыз. Қазақстан Республикасының қылмыстық процесстік кодексінің 71 бабының 6 бөлігі 4 тармағына сәйкес жәбірленуші өтініштер мен қарсылықтар білдіруге құқылы. Қазақстан Республикасының қылмыстық процесстік кодексінің 76 бабының 3 бөлігіне сәйкес жәбірленушінің азаматтық талапкерлік және жеке айыптаушының заңды өкілдері мен өкілдері өздері өкілі болып тұрған жеке және заңды тұлғалар сияқты қылмыстық процесстік кодексте көзделген шектерде процесстік құқықтарға ие болады. Баяндалғанның негізінде қылмыстық процесстік кодекстің 71 және 76 баптарына сәйкес соттан Эльмира Құрманғалиқызы Нұрбекованың тарапынан сотта қасақана көрінеу жалған айғақ берілгені үшін және аса ауыр қылмыстық хабарлама туралы жеке қаулы шығарып, аталған қаулыны Алматы облысының прокурорына тиісті процесстік шешім қабылдау үшін жолдауды сұраймыз. Рахмет. Екінші өтініш хатын, құрметті сот, мен барлығын оқымай қойын. Бұл жасы келдігі данаға да қатысты, мәтіне дәл сондай. Тек бұл жерде біз жасы келді данаға қатысты қылмыстық кодекстің 434 бабына сәйкес жеке қаулы шығару сұраймыз. Рахмет. Осыған байланысты қарсылықтарыңыз бар ма? Немесе қосатындарыңыз? Пікір айтушылар. Мемлекеттік айыптаушылар. Сот қарамағына, алайда бізбен бұл бойынша пікіріміз жарысөзде білдіретін болады. Жақсы, рахмет. Адвокат Бөленбаев, қанағаттандырусыз қалдыру сұраймын, өйткені Жақсыгелді мен Нұрбекованың іс әрекетіне сотқа дейінгі тергеу барысында баға берілген, сот барысында жаңадан бір мән жайлар анықталды деп есептемеймін. Адвокат Абенов, құрметті сот, баға шындығында берілген бір жағынан. Екіншіден, құрметті сот, қарап отырсаңыз, неге бұл адамнен 10 шақты рет жауап алынады? Сол жауаптарының толық болмауына байланысты, тергеудің нашар жүруіне байланысты сон болған дүние. Ол адам шатысып та жауап береді. Содан кейін осы жерде берген жауабында оған дейін айтылмаған сөздер жәбірленушінің үстіндегі киіміне дейін, Нұрғанаттың үстіндегі киімдерін осы сотта ғана айтып берді. Тергеуде ондай анықталмаған. Егер де ол тергеуде басқа киім айтып, сотқа келіп басқа киімді айтатын болса, онда жауабында қарама-қайшылық бар деп айтуға болады. Ол кісі деген әр кезде әр түрлі толықтырып жауаптар алып отырды. Олардың ешқайсысы біріне-бірі почти қарсы келмейді. Сондықтан қанағаттандыруға жатпайды деп есептеймін. Адвокат Бөленбаев, айтыңызшы, қандай шешім қабылданғаны туралы? Құрметті сот, егер сол кезде олар кінәлі деп танылса, қазір уақытта осы сотталушының қатарында отырды деп санаймын. Жоқ, қандай шешім, процессуалдық қандай шешім қабылданды? Айта аласыз ба? Жоқ, айта алмаймын. Егер олар сол кезде олардың ісі бойынша қандай да бір кінәлері анықталған жағдайда, олар қазір уақытта сотталушылардың қатарында отыратын еді. Мына сот тергеу барысында мысалы оған қандай да бір олардың айыптайтын жаңадан бір мән жайлар анықталған жоқ. Бұл Нұрбекованың да Жақсыгелдінде ал 4 күні берген жауаптары одан кейінгі жауаптарына сәйкес келмейді. Ол жағдайды өздерінің сол кезде
қылмыстық процестік заң нормаларын бұза отырып 24 сағат полиция басқармасының ғимаратына ұстап жауап алған кездегі шатасқандығымен көрсетіп отыр. Одан кейінгі жауаптары бір-біріне қайшы келмейді. Мемлекеттік айыптаушылар айта аласыздар ма? Қандай шешім қабылданды ма? Әлде құрметті сот, аталған куәлігі яғни жақсы келді Дана мен Нұрбек Өлемір қатысты қандай да бір процессуалдық шешім қабылданбаған, себебі олар тек куә ретінде жауап алған болатын. Мен өз пікірімді білдірсем. Білдіңіз. Қорғаушы Баймұханова, Қалиахмет мүддесінде. Құрметті сот, мен бұл талап өтінішті қанағаттандыруды сұраймын. Не себеп дейсіз? Себебі менің қорғауымда Қалиахметтің іс-әрекеті олардың іс-әрекетінен төмен болса да, бүгінгі таңда менің қорғауымда Қалиахмет сотталушылар арасында отыр. Ешқандай бір дәлелсіз. Бірақ та сол жерде болған, бірге мәшинеде жүрген, бәрін көрген, естіген, біз жаңа бейнетаспада бәрін естілді ғой, айтылған сөздері, соның бәрін ескеріп, мен ойлаймын, бұл талап өтініш қанағаттандырылуы тиіс. Кінәлі адамдар жауаптылыққа тартылуы тиіс. Кінәсіз адамдарда отырғанына қарамастан, ол кісілерді бүгінгі таңда не себепті қылмыстық жауаптылықтан босату жерді. Сол себепті талап өтінішті қанағаттандыруды сұраймын. Құрметті сот, мен толықтырып жіберсем, мына жерде 3-ші томдағы жауабына ссылка жасағым келіп тұр. Бұл жерде дәл айтып тұр. 3-ші том 147-ші бет. Нұрқияс есікті аяғымен теуіп ашып, дүкен иесін далаға шығарып алды. Алды да далаға қарай сүйреді. Артынша дүкеннің артына қарай желкесінен ұстап алып кетті. Сол сәтте сатушы жас бала қолына ас қаруын алып шығып, әкемді жіберіңдер, болмаса мен атамын деді. Содан ол мылтықпен аспанға атты. Құрметті сот, сот тергеуінде осы жерде анықталды. Және де барлық жерде бала, жас бала дейді. Сақалы бар адамды да жас бала деп отыр. Сондықтан ол жас бала деп басқа жерде айтқан сөз болса, оны көңілге алмаған дұрыс деп ойлаймын. Себебі тергеушілер, әртүрлі тергеушілер жауап алғаннан кейін, олардың өзінің лексиконы арқылы мен бұрында айтып кеткен болатынмын. Бұл жерде жауап алған Мұсапиров. Сондықтан Мұсапировтың алған жауаптарында осындай дабыс кеткен жерлер бар. Жас бала деп сөйлейді бәрін бірдей. Сот тараптардың пікірлерін тыңдап қаулы етті. Бұл өтініш хатты ашық қалдыруға шешімді кеңесу бөлмесінде қабылдайды. Басқа өтініш хаттарыңыз бар ма? Бар бізде жоқ. Айта беріңіз. Құрметті сот, осы іс бойынша айыптау актісіне сай Шынасыл Қамажай дүкенінің солтүстік батыс бұрышында 4 қазан 24 жылы 00 сағат 42 минутта кәмелетке толмаған Полаттың өмірлік маңызды органы болып табылатын сол жақ жүрек тұсына қасақана түрде бір рет ас пышағын сұғып алған. Салдарынан Полат өзіне соғылмалы кесілмелі ауыр дене жарақат келтірілгенін сезіп, оқиға орнынан Шотар Руставели көшесімен солтүстікке қарай қаша бастаған. Бірақ 45-50 метрден кейін денсаулығы нашарлап асфальтқа отырып қалған. Сол кезде Бейшембиева өзінің бойында асфальтта отырғанын көріп, өзінің баласы кәмелетке толмаған Полаттың Шотар Руставели көшесінің бойында асфальтта отырғанын көріп, соған қарай бармақшы болған кезде оның алдынан Ильясов пен Шынасыл шығып, Бейшембиеваның екі қолын білегінен ұстап алып жібермей қойған. Сол жерде болған Гайыпбаев інісі кәмелетке толмаған Полаттың Нұрған атаға маған бірдеңе сұғып алды деген дауысын естіп, Қамажай дүкенінің қасынан Шотар Руставели көшесімен соңғыға жүгіріп барып, оның сол жақ қолтық астындағы пышақпен келтірілген сұғылмалы кесілмелі дене жарақатын ұстап көріп, жедел жәрдем шақыруды сұрап, скорый деп айқайлап, көмекке шақыра бастаған. Әрі қарай алдын ала сөз байласқан адамдар тобы Әскентай, Тоқтаубаев, Белғожаев, Ильясов, Сакиев, Шынасыл Шотар Руставели көшесінің жол бойында отырған Гайыпбаев пен кәмелетке толмаған Полатқа қарай барған. Сол сәтте Бейшембиева өзінің баласы кәмелетке толмаған Полатқа бірінші болып жетіп, соңғыны отырған жерінен құшақтап, топ адамдардың әрекеттерінен қорғай бастағанына қарамастан, Белғожаев кәмелетке толмаған Полаттың басынан аяқпен теуіп, өзімен алдын ала дайындап алып келген жиналмалы бәкі пышағының сабымен кәмелетке толмаған Полаттың басынан бірнеше рет соққылар жасаған. Ал Ильясов сол жерде жатқан жоғарыда көрсетілген 16 калибрлы аңшылық мылтықты жерден алып, аталған мылтықтың сабымен
кәмелетке толмаған Полаттың басынан бір мәрте соққы жасаған. Алайда аталған соққысы Бишімбиевнің оң жақ қолына тиген. Осы уақытта Әскентай, Тоқтаубаев, Белгожаев, Ильясов, Сакиев, Шынасыл қолдарымен және аяқтарымен жерде жатқан Гайыпбаевпен кәмелетке толмаған Полатты ұрып соққан. Нәтижесінде сол түні сағат 01:30-да Талғар орталық аудандық ауруханасына жеткізілген Шерзат Полат өз есіне келмей қайтыс болған. Айыптау органдарымен осы кәмелетке толмаған Полатқа қатысты жасалған қылмыс бойынша Шынасылдың әрекеттері Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабының 2 бөлігінің 5, 9, 14 тармақтарымен, ал қалған орындаушылар Белгожаев, Ильясов, Нұрбол Тоқтаубаев, Сакиев, Аскентайдың әрекеттері Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабының 3 бөлігі бойынша дәрежеленген. 1 қараша 24 жылғы номері 173 сот медициналық сараптама қорытындысымен Полат мәйітті зерттеу кезінде жәбірленушінің өлімімен тікелей себептік байланыста болатын, өмірге қауіп төндіретін, денсаулыққа ауыр зиян келтіретін, ішкі және сыртқы қан кетуді тудырған, сол жақ өкпенің жоғарғы бөлігінің зақымдануымен гематоракс, сол жақтағы кеуде қуысына еніп шаншылып кесілген шаншу кесу қасиеті бар заттың әсерінен мүмкін пышақпен туындаған жарақаттардан басқа келесі дене жарақаттары анықталды. Сыртқы дене жарақаттары сол жақ желке аймағында бастың шашты бөлігінің терісінің көгеруі, төменгі қабаққа және оң жақ зигоматикалық аймаққа ауысатын оң көздің ішкі бұрышында, оң қолдың артқы бетінде, 3-ші саусақтың негізі фалангысы деңгейінде, оң қолдың 2 және 3-ші саусақтарының арасының негізінде, оң қолдың 4-ші саусағының негізінде, оң көздің төменгі қабағында, оң жақта зигоматикалық аймақта, сол жақта мұрын ерін аймағында, оң білектің төменгі 3/1 бөлігінде, алдыңғы бетінде, 5-ші саусақтың негізгі фалангысын сол жақ қолының артқы бетінде, оң жіліншіктің жоғарғы 3/1 сыртқы бетіндегі сызаттар анықталған. Сарапшы ретінде сотта жауап берген және сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде сараптама жүргізген сарапшылар Кошеров пен Халим Назаров сараптамада Полаттың өлім себебі кеуде қуысындағы жарақат арқылы ішіне көп мөлшерде қан кеткенінен деп көрсеткен. Сипатталған пышақ жарақатымен дер кезінде медициналық көмек көрсетілсе, жоғалтқан қан мөлшерін толтырған жағдайда жәбірленуші Полатты аман алып қалуға болатынын, сондай-ақ ісіну және абразия түріндегі дене жарақаттарының локализациясы мен механизмі кесірінен жәбірленушінің сотталушыларға қарсылық көрсете алмағанын анықтап көрсетті. Жәбірленушінің пышақ жарақатын алған соң белсенді жүгіруі тез қан кетуіне септігін тигізді деп көрсетті. Одан басқа адамның басы өмірлік маңызды орган болып табылады, оған жасалған соққылар қанның кету процесін күшейтеді және ауыр сынуын келтіреді деп көрсеткен. Сотта жауапталған куәлар Низамединова, Акижанов және тағы басқалар кәмелетке толмаған жәбірленуші Шерзат Полатты бір уақытта бір топ адамның ұрып соққанын көргендерін, бұл топ адамдар өздерінің қылмыстық әрекеттерін тоқтату туралы үндеулерге құлақ аспағанын көрсеткен. Жәбірленушілер Нұрумов, Бишімбиева, Кадирова да сотталушылардың бірігіп әрекет еткенін, олардың ешқайсысы қасындағы анасы Бишімбиеваның, ағасы Гайыпбаевтың айқайлаған сөздерін елемей, қылмыстық әрекеттерін тоқтатпағанын, туысқандарының жәбірленуші Полатқа көмек көрсетуге барлық жолдармен кедергі келтіргенін көрсетті. Жауап алынған сотталушыларда кәмелетке толмаған жәбірленуші Полатты ұрып соғу фактісін жоққа шығармады. Полаттың қайтыс болған уақыты мен сотталушылардың заңсыз әрекеттерінің жасалу уақыты сәйкес келеді. Сот отырысында қаралған куә Мамедованың телефонына жазылған бейне жазба жоғарыда көрсетілген мән-жайларды растайды. Оған қоса, осы бейне жазбалар бойынша жүргізілген сот фототехникалық зерттеудің 20 желтоқсан 24 жылғы номері 21947 қорытындысына сай сотталушы Белгожаев, Ильясов, Нұрбол Тоқтаубаевтардың әрекеттерін нақты көрсетіп отыр. Алайда көрсетілген жағдайда тергеу органдары Шерзат Полаттың өліміне кінәлі деп айыпты тек сотталушы Шынасылға тағып, қалғандарына осы факт бойынша тек бұзақылық белгілермен, яғни Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабының 3 бөлігімен айып тағып отыр. Біздер мемлекеттік айыптаушылардың бұл позициясымен келіспеушілік білдіріп, осы факты бойынша кәмелетке толмаған Шерзат Полаттың Шынасылдың әрекетінен пышақ жарақатын алған соң, әлсіреп, қан ағып, жерде жатқанына және қасындағы жақын туыстары, ағасы Гайыпбаев және анасы Бишімбиеваның айқайлап,
жедел жәрдем шақырып, ұрмауға жалынған жан айқайларына қарамастан, Аскентай, Тоқтаубаев, Белгожаев, Ильясов, Сакеев қолдарымен және аяқтарымен бірнеше рет денесінен, соның ішінде өмірлік маңызы бар жерлерінен тепкен, яғни Шерзат Полаттың өлімін тездетіп, өз септіктерін тигізген деп санаймыз. Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының 21 маусым 2001 жылғы соттарының бандитизм және қылмыстық құқық бұзушылықтарға қатыса отырып, басқа қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаған үшін жауапкершілік туралы заңнаманы қолдану кейбір мәселелері туралы нормативті қаулысының 3-ші тармағына сай, қылмысты бірге жасаушылармен алдын ала сөз байласпаған, алайда оны басқа адамдар жасауы барысында соларға қосылған және тікелей қатысқан адам өзі жасаған нақты әрекеттер үшін қылмысты орындаушы ретінде жауапты болуға тиіс. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 24-ші бабы 3-ші бөліміне сай, қылмыс жасауға тура бағытталған, тікелей пиғылмен жасалған әрекеттер, егер бұл ретте қылмыс адамға байланысты емес мән-жайлар бойынша ақырына дейін жеткізілмеген болса, қылмысқа оқталу деп танылады. Аталғандардың негізінде осы факті бойынша нақты Шерзат Полатқа келтірген жарақаттар бойынша Аскентай, Нұрбол Тоқтаубаев, Шыңғыс Белғожаев, Нұрқияс Ильясовтың әрекеттерін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293-ші бабы 3-ші бөлігінен, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 24-ші бабының 3-ші бөлігі мен 99-ші бабының 2-ші бөлігінің 3, 5, 7, 9 тармақтарымен, яғни кінәлі адамға дәрменсіз күйде екені көрінеу, белгілі адамды аса қатыгездікпен адамдар тобы алдын ала сөз байласу арқылы бұзақылық ниетпен адам өлтіруге оқталу белгісімен, ал Сакеевтің әрекетін 24-ші бабының 3-ші бөлігі мен 99-ші бабының 2-ші бөлігін 1, 3, 5, 7, 9 тармақтармен, яғни 2 немесе одан да көп адамды кінәлі адамға дәрменсіз күйде екені көрінеу белгілі адамды аса қатыгездікпен адамдар тобы алдын ала сөз байласу арқылы бұзақылық ниетпен адам өлтіруге оқталу белгісімен дәрежелеуге дәлелдемері жеткілікті деп санаймыз. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы 340 бабының 5-ші бөліміне сай, егер басты сот талқылауы барысында сотталушыларға неғұрлым ауыр немесе бастапқыдан ерекшеленетін айыптау тағу қажеттігі туындаса, сот істі қарауды кейінге қалдырып, прокурорға жаңа айыптау актісін, сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп тексеру хаттамасын, айыптау хаттамасын жасау үшін уақыт береді. Құрметті сот, мына профессор Қоғамовтың Қазақстан Республикасының 2014 жылғы қылмыстық жүргізу кодексінің түсініктемелеріне сүйенсек, қылмыстық процессуалды кодексінің 340 бабының 5-ші бөлігінің мағынасы бойынша сот басты сот талқылауында айыптауды сотталушының жағдайының нашарлауына қарай өзгерту туралы мәселені өз бастамасы бойынша қоюға құқылы емес. Бұл мәселе бойынша бастама тек айыптаушы тараптан, яғни прокурордан немесе жәбірленушіден туындауы мүмкін. Осы айтылған негізінде, құрметті сот, сізден сұраймыз, осы істің қаралуын тоқтатып, алдын ала тыңдауды өткізуді. Алдын ала тыңдау не үшін қажет өткізу? Осы мәселені қарау үшін. Бұл тегі алдын ала тыңдауда қаралатын жаңа мәселе болғасын, осы мәселені қарау үшін. 5-ші бөлігінде алдын ала тыңдау туралы ештеңке жазылған жоқ қой? 340-ші баптың қылмыстық процесс кодексі. Жоқ. Енді айыптау актісін қайтып жаңартуға біздер қазіргі кезде жасау. Жақсы. Отыра беріңіз. Жәбірленушінің өкілдері қолдайсыздар ма? Құрметті сот, қолдаймыз. Жақсы, мемлекеттік айыптаушылар пікірлеріңіз. Құрметті сот, біз жәбірленушілердің өкілдерінің бұл өтініш хаттарын қанағаттандырусыз қалдыруды сұраймыз. Себебі бұл тергеу барысында барлық істер, материалдар бәрі зерделенген. Және алдын ала тыңдауды тағайындаудың да қажеттілігі жоқ деп санаймыз. Сол үшін бұл бойынша біздің пікіріміз жарыссөзде айтылады анық. Жақсы. Сіздер қосатындарыңыз бар ма? Қорғау тарабы сіздердің айтатындарыңыз бар ма осы өтініш хат бойынша? Айтқыларыңыз керек. Мен керісінше қолдаймын жәбірленуші жағын. Шындығында Шынасылға қазір барлығы жауып тастап қарап отыр, итеріп тастап. Шынасыл шындығында ол алдауға түсті. Оған айтты, енді
ешқайсы жауапкершілік отырған жоқ. Сондықтан шындыққа жету үшін мүмкін сол кезде ғана шындықты айтатын болар деп ойлаймын. Жақсы. Қолдаймын, жәбірленушілерді. Мемлекеттік айыптаушыларды қолдаймын, құрметті сот. Дәл осы адвокат бөлімі, дәл осы жерде мемлекет айыптаушыны қолдаймын. Жақсы, Жаңа рахмет. нұсқа дұрыс деп. Қорғаушы Ғажанова, иә, біз де мемлекеттік айыптаушыларды қолдаймыз. Құрметті сот адвокат Садибек, мен де мемлекеттік айыптаушыны қолдаймын, бұл негізі жоқ деп ойлаймын. Мына әріптесімнің қойып отырған сұрақтары, жаңа қойып отырған талаптары ешқандай негізсіз деп ойлаймын. Бұл жерде бүкіл тергеу барысында да, осы сот тергеуінде де барлығы мәселелер егжей-тегжей мен сарапталып жатыр деп ойлаймын. Сол үшін ешқандай негіз жоқ деп ойлаймын. Мен де адвокат Қабылов, мен мемлекеттік айыптаушылардың несін қолдаймын. Ешқандай негіз жоқ деп ойлаймын. Оны қайта тергеуге жіберу керек. Қайтадан жаңадан ашылған мән-жай емес, сол үшін. Адвокат Орынбаев Шынасылдың мүддесінде мен жәбірленушілердің өтініш хатын қолдаймын, құрметті сот. Жақсы. Микрофонға. Аудармашыға микрофон беріңізші. Спасибо. Уважаемый суд, я возражаю от ходатайства возвращения на предварительное слушание. Қарсылық білдіремін қайтаруға. Басқа тағы айтам деушілер бар ма? Пікірлерін. Қорғаушылар, айтыңыз, микрофон беріңізші. Құрметті сот, біз айыптаушы прокурор айтқан ханымды қолдаймыз. Өйткені бұл іс жарты жыл бойы зерттеліп, тергеушімен прокуратурамен бірге бірлесіп отырып шығарған үкім. Бірақ бұл жерде мен жәбірленушінің адвокатына сұрақ қойсам бола ма қазіргі оқып өтініш хатына? Түсіндіруді сұрауға болады. Сіз қазір айтып отырсыз, Сакеев Равильді осындай 99-шы баптың 1-ші бабымен деп дәлелденді деп. Сіз қай жерін дәлелденді көрдіңіз? Жоқ, ондай емес. Ондай сұрақ емес, дәлелдемелерге байланысты емес. Бұл жерде біз уже 2 ай, жарым ай, 3 айға келеді. Біз уже айғақты дәлелдің бәрін көріп, елдің көзі де ашылып, құрметті соттың көзі де жетті деп ойлаймыз. Соттың көзі жеткен жоқ әлі. Ескерту жасаймыз сізге. Сот тараптардың пікірлерін тыңдап қаулы етті. Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша алдын ала тыңдау сот отырысын өткізуге негіз жоқ болғандықтан қанағаттандырудан бас тартуға. Екіншіден, Қазақстан Республикасының қылмыстық процесс кодексінің 340 бабына сәйкес басты сот талқылау тек қана сотталушыларға және олардың сотқа берілген айыптау шектерінде ғана жүргізіледі. Яғни сот осы 9 сотталушыға қатысты ғана және олар сотқа берілген баптармен ғана сот отырысы, сот тергеуі жүргізіледі. Бағанадан айтып отырған осы сот отырысында айтылған куәлар, олар сотқа берілмеген. Оларға қатысты жауапкершілікті сот шешпейді. Сонымен қатар 340 бабының 5 бөлігіне жәбірленушінің өкілі сілтеме жасаған 5 бөлігіне сәйкес, егер бас сот талқылау барысында сотталушыға неғұрлым ауыр немесе бастапқыдан ерекшеленетін айыптау тағу қажеттігі туындаса, сот істі қарауды кейінге қалдырып, прокурорға жаңа айыптау актісін, сотқа дейінгі жеңілдетілген тергеп тексеру хаттамасын, айыптау хаттамасын жасау үшін уақыт береді деп көрсетілген. Бұл жағдайда да былай. Сот жаңағы 340 бабының 1 бөлігіне сәйкес айыптау шеңберінде ғана істі қарайды. Және осы айыптау шегіндегі айып бойынша сотталушылардың кінәлі емес па екенін тек қана кеңесу бөлмесінде ғана шешеді. Іс бойынша сот тергеуін, жарыс сөзін және сотталушыларға соңғы сөз берілгеннен кейін кеңесу бөлмесіне шығып қана сол мән-жайларды шешеді. Ал 5 бөлігінде көрсетілген
ауыр немесе бастапқыдан ерекшеленетін айып тағу қажеттігі туындаса, сот істі қарауға кейінге қалдырып, прокурорға жаңа айыптау актісін, сотқа дейін жеңілдету тергеп тексеру хаттамасын, айыптау хаттамасын жасау үшін уақыт береді дегенді, сот егер ол туралы мемлекеттік айыптаушы өздері өтініш хат білдірсе, сол кезде ғана уақыт бере алады. Егер мемлекеттік айыптаушылар өздері айтса, бізге қажет уақыт басқа айыптау актісін жасау үшін десе. Сондықтан сіздің өтініш хатыңыз қанағаттандырылудан бас тартылады. Басқа өтініш хаттарыңыз бар ма? Құрметті сот, тағы да өтініш хат бар. Рұқсат па? Айта беріңіз. Сот тергеу барысында куә сұралған Казакенов оқиға болған күні өзі иелік еткен Toyota Land Cruiser Prado автокөлігімен досы Рузбакиевпен бірге айыпталушы Ильясовтың өтініші бойынша Рысқұлов ауылына барғанын көрсетті. Ол жаққа жеткен соң олар Ильясов және басқа да сотталушылармен кездескен. Ильясов оларды басқа орынға апаруын сұраған. Казакенов келіскен. Автокөлікте Ильясов, Шынасыл, Сәкиев, сондай-ақ куәлер Нұрбекова және Жақсыкелді болған. Осыған ұқсас жауапты куә Рузбакиев те берген. Сот тергеу барысында сотталушылар автокөлікте не туралы сөйлесті деген сұрағына Казакенов пен Рузбакиев олар ештеңе естімегендерін туралы айғақтар берді. Алайда бұл уәждер автокөліктің ішіне орнатылған бейне тіркеу құрылғысынан алынған бейне жазба арқылы жоққа шығарылды. Бейне материалдардан Казакенов пен Рузбакиев сотталушылардың қылмыстық әрекеттері туралы әңгімесін тікелей тыңдап отырғаны көрінді. Олар әңгімеге араласып сұрақтар қойған. Сонымен қатар әңгіме барысында сотталушылар Казакенов пен Рузбакиев естігендерін ешкімге айтпауды сұраған. 24 жылы 11 желтоқсанда номері 221-33 бейне фонографиялық сараптаманың қорытындысы сөйлесулердің шынайы болғанын толық жазылып алынғандығы дәлелденді. Осы мән жайлар Казакенов пен Рузбакиев сотталушылар не жайында сөйлескенін білген және түсінгенін дәлелдейді. Олар соттың нақты сұрақтарына жалған жауап беріп, естімегендей кейіп танытқан. Яғни, сотталушылардың талабы бойынша шындықты жасырған және көрнеу жалған куәлік берген. Сотта олардан куә ретінде жауап алу алдында Казакенов пен Рузбакиевке куә құқығы мен міндеттері түсіндірілді. Қылмыстық кодекстің 420 бабы бойынша жалған куәлік берген үшін қылмыстық жауапкершілік бар екенін ескертілген. Олар сот алдында ант беріп, тек шындықты айтуға уәде берген және бұл жайлы құжатқа қол қойылған. Осыдан кейін Казакенов пен Рузбакиев әрекеттерінің қылмыстық кодекстің 420 бабы 2 бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылық белгілері көрінісі табылады. Яғни аса ауыр қылмыстық іс бойынша көрнеу жалған куәлік беру. Осыған орай аталған мәліметтерге сүйене отырып, куә Рузбакиев пен Казакенов іс әрекеттерінде қылмыстық кодекстің 420 бабы 2 бөлігіне сәйкес аса ауыр қылмыс туралы қылмыстық іс бойынша сот тергеуінде куәнің көрнеу жалған айғақтар беру белгілері бар деп есептейміз. Жоғарыда көрсетілген мән жайларға байланысты қылмыстық процестік кодекстің 71 және 76 баптарына сәйкес Юлдаш
Дишатов Рузбакиев пен Арлан Мусагалиевич Казкеновтың тараптарынан сотта қасақана жалған айғақ бергендері бойынша жеке қаулы шығарып, аталған қаулыны Алматы облысының прокурорына тиісті процесстік шешім қабылдау үшін жолдау сұраймыз, құрметті сот. Бұл бойынша сот қаулы етті. Бағана жәбірленушінің өкілі Шекеевтің өтініш хатына ұқсас, Нұрбекова мен Жақсыкелдіге қатысты. Бұл да сот ашық қалдырды және шешімді кеңесу бөлмесінде қабылдайды. Басқа өтініш хаттарыңыз бар ма? Құрметті сот, сонымен қатар біздің соңғы өтініш хатымыз бұл сотталушылардан жәбірленушілер тарапынан моральдық шығын өтемақысын өндіру. Азаматтық талап арыз ба? Азаматтық талап арыз. Жақсы, жариялаңыз. Құрметті сот, енді осы жасалған қылмыспен жәбірленушілерге қаншалықты моральдық зиян келтіргенін ешкімге түсіндіріп айтудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Сондықтан не талап ететінімізді жария жасасам бола ма? Болады. Кімнен? Кімнен қанша мөлшерде? Қанша мөлшерде. Жақсы. Кімнің атынан беріп отырғаныңызды? Қай жәбірленушінің атынан беріп отырғаныңызды, кімнен талап ететініңізді айтып өтсеңіз. Бірінші тармағы Шынасыл Абзал Нұрғалиұлынан Нұрымов Қаужаубай Полатовичтің пайдасына ұлының жерлеу рәсіміне қатысты жұмсалған шығын өтеуі ретінде 2.794.000 теңге мөлшерінде соманы өндіру. Материалдық шығын. Екінші, Шынасыл Абзал Нұрғалиұлынан және Сакиев Равиль Магомедовичтен ортақтастырып үлестік. Мен сізден кешірім сұрайын. Көшірмесін қорғау тарапына берсеңіз, бар ма көшірмелері? Әр қайсысы сотталушыларға қайсысына талап арыз келтіріп отырсыз, және қорғаушыларына көшірмелерін. Электронный вариант берсек бола ма? Енді олар WhatsApp-тарыңызға. Шығарып береміз, құрметті сот. Біз сот кабинеті арқылы қазір ғана біз аяқтап жібердік, сондықтан үлгермедік. Жақсы. Қалысаңыздар бір-бірінен ұстатамыз. Квитанцияны бәрі сот кабинеті арқылы жібердік. Ол жерден көрсеңіздер болады. Және оның несін түпнұсқасын алып келіп сотқа ұсынамыз. Тыныш. Құрметті чатқа жіберсеңіз электронный. Жақсы. Жалғастыра беріңіз онда. Нұрымов Қаужаубай Полатовичтің пайдасына қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірілген моральдық зиянның өтелуі ретінде 100.000 миллион теңге мөлшері өтемақысын өндіру. Оқыдым ғой жаңа. Жоқ, сіз екеуі бар. Мүліктікті оқыдыңыз. Содан кейін екіншіден бастап оқып жүріңіз. Екіншіден. Құрметті сот, мен әріптесім берейін. Екінші моральдық өтемақы ретінде Шынасыл Абзал Нұрғалиұлынан және Сакиев Равиль Магомедовичтен ортақтасқан үлестік түрде, яғни солидарный порядка, Нұрымов Қаужаубай Полатовичтің пайдасына қылмыстық құқық бұзушылықта келтірілген моральдық зиянның өтеуі ретінде 100 миллион теңге мөлшерінде өтемақы өндіруді. Яғни әрқайсысына шаққанда 50 миллион теңге деп есептеп отырмыз. Үшінші, Шынасыл Абзал Нұрғалиұлынан және Сакиев Равиль Магомедовичтің ортақтастырған үлестік түрде Бишимбаева Гүлбара
Аспекованың пайдасына қылмыстық құқық бұзушылық келтірген моральдық зиянын өтеу ретінде 100 миллион теңге мөлшеріндегі өтемақы өндірілді. Төртінші, Шынасыл Абзал Нұрғалиұлына және Сакиев Равиль Магомедовичтен ортақ тосқан үлестіктерде Бишембаева Гүлбара Аспекованың кешіңіз екрет айтып кеттім, кімнің Қадырова Жұмабекова жолдасының пайдасына қылмыстық құқық бұзушылық келтірген моральдық зиянын өтеу ретінде 100 миллион теңге мөлшеріндегі өтемақы өндірілді. Содан кейін Белғожаева Шыңғыс Айдосұлы, Әскентай Дархан Баялханұлы, Ильяс Нұрқияс Төлепбекұлы, Тоқтаубаева Азамат Маратбекұлы, Тоқтаубаев Нұрбалат Маратбекұлы, Қалиахмет Дидар Еркінұлынан ортақтасқан үлестіктерде Нұрбов Қаржай Болатовтың пайдасына қылмыстық құқық бұзушылық келтірген моральдық зиянның өтеу ретінде әрқайсысынан 20 миллион, жалпы сомасы 120 миллион теңге мөлшеріндегі өтемақы өндіруді сұрап отырмыз. Жетінші, Белғожаев Шыңғыс Айдосұлы, Әскентай Дархан Баялханұлы, Ильясов Нұрқияс Төлепбекұлы, Тоқтаубаев Азамат Маратбекұлы, Тоқтаубаев Нұрбол Маратбекұлы, Қалиахметов Дидар Еркінұлынан ортақтасқан үлестіктерде Бишембаева Гүлбарам Аспекованың пайдасына қылмыстық құқық бұзушылықтан келтірілген моральдық зиянын өтеу ретінде әрқайсысына 20 миллионнан, жалпы сомасы 120 миллион теңге мөлшеріндегі өтемақы өндіруді сұрап отырмыз. Сегізінші, Белғожаев Шыңғыс Айдосұлы, Әскентай Дархан Баялханұлы, Ильяс Нұрқияс Төлепбекұлы, Тоқтаубаев Азамат Маратбекұлы, Тоқтаубаева Нұрбол Маратбекұлы, Қалиахмет Дидар Еркінұлынан ортақтасқан үлестіктерде Қадирова Жұмабекова жолдасының пайдасына қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірген моральдық зиянның өтеу ретінде 120 миллион теңге мөлшерінде өтемақы өндіріп беріп сұраймыз. Қосымша ретінде жерлеу рәсіміне кеткен квитанция түбіртектер тіркелді сот кабинеті арқылы. Сонымен қатар біз моральдық зиян жан азабын шеккендігін психолог зерттеу қорытындысымен негіздеп отырмыз. Яғни бұл психолог зерттеу қорытындысы 57 нөмірлі біз сот кабинеті арқылы сотқа ұсындық қоймыз. Рахмет. Түпнұсқалары бар ма? Түпнұсқасы қазір бар. Жоқ, жаңа квитанцияларыңыздың. Квитанция қазір біз өзімізде жоқ. Біз сот кабинеті арқылы түпнұсқаларын жібердік. Сот кабинеті арқылы қалай жібердіңіз? Көшірмесін. Көшірмесін, сотқа түпнұсқасын беру керек қой. Ол енді не кәсіби қосымшасы ретінде кеткен ғой. Біз оны ала алмаймыз. Жақсы, беріңізші сотқа онда. Құрметті сот, фискальный чектерін требовать етуіміз керек біздер. Жақсы, осыған байланысты азамат талап арыз келтіруіне байланысты сот қазір үзіліс жариялайды. Жәбірленушінің өкілдері қорғау тарабына көшірмелерін беріп, сіздерге соған байланысты алып, дайындап алу үшін жарты сағат уақыт. Тұруларыңызды сұраймын. Бұл талап арызды қабылдауға жәбірленушілер Нұрымов, Кадирова, Бейшембиеваны осы қылмыстық іс бойынша азаматтық талапкер ретінде тануға, сотталушылар Шынасыл, Сакиев, Белғожаев, Әскентай, Ильясов, Тоқтаубаев және Тоқтаубаев Қалиахметті азаматтық жауапкер ретінде тануға. Сотталушылар Ысқақтан басқа. Сот сіздерге Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 73-ші бабындағы 74-ші бабындағы азаматтық жауапкердің құқықтарын түсіндіреді. Күдіктің, айыптаудың және азаматтық талап қоюдың мәнін білуге, талап қоюға қарсылық білдіруге, қарсы талап қоюды беруге, қойылған талаптың мәні бойынша түсініктемелер мен айғақтар беруге, өкілінің болуына, қылмыстық іске қосып тігу үшін материалдарды ұсынуға, өтініш хаттар мен қарсылық білдірулерді мәлімдеуге,
өзінің мүдделерін қозғайтын қабылданған шешімдер туралы білуге және мәлімделген азаматтық талап қоюға қатысты процесстік шешімдердің көшірмелерін алуға, азаматтық талап қоюдың кез келген сот сатысында қаралуына қатысуға, сот жарыс сөздерінде сөйлеуге, қылмыстық процесті жүргізетін органның әрекеттері, әрекетсіздігі мен шешімдеріне шағым келтіруге, сот отырысының хаттамасымен танысуға және оған ескертулер беруге, соттың үкімі мен қаулысына азамат талап қоюға қатысты бөлігінде шағым жасауға, азаматтық талап қою бөлігінде іс бойынша келтірілген наразылықтар, прокурордың өтініш хаттары және шағымдар туралы білуге және оларға қарсылықтар беруге, мәлімделген шағымдардың, прокурор өтініш хаттарының және наразылықтардың сотта қаралуына қатысуға, қауіпсіздік шараларын қолдану туралы мәлімдеуге құқықтарыңыз бар. Түсінікті ме құқықтарыңыз? Отыра беріңіздер. Көшірмелерін алдыңыздар ма? Жақсы, осы талап арыз бойынша. Құрметті сот, рұқсат етіңіз. Рұқсат. Сіз жәбірленушілерге құқығын түсіндірмей жатып, жәбірленушілердің өкілдеріне сұрақ қойсам бола ма? Қойыңыз. Аха. Жәбірленушінің өкілі Ажигалиев Бағдагүл Жақсылықовна, айтыңызшы, сіз жәбірленуші қай жәбірленушінің құқығын қорғайсыз? Үшеуінде. Енді сіз айтыңызшы, осында азаматтық талап арыз беріп отырсыз. Сіз осы үш адамнан сенім хат арқылы қызмет жасап отырсыз ба, жоқ жаңағы хабарлама негізінде ме? Талап арыз мен бердім, менің сенім хаттарым тіркелген. Енді құрмет... Жоқ, оны сіз соттан сұрауыңызға болады, ол туралы. Хабарлама негізінде. өкілдік ету туралы хабарлама негізінде. Сенім хатыңыз жоқ. Құрмет сот, сенім хаты жоқ. Хабарламаның негізінде сот отырысына қатыстыруға рұқсат беріп отыр. Нет, азаматтық талап арыз беру үшін, құрметті сот, олар сенім хат арқылы... Жоқ, сенім хат негізінде азаматтық талап арыз бере алады. Бұл заңда көзделген. Сонымен қатар, қазір Шекеев Мейірман Қалмаханович айтып отыр, менде азаматтық талап арыз ретінде сенім хатым бар дейсіз. Бірақ та сіздер талап қоюшылардың өкілі ретінде Шекеев, Ажигалиева, Мустапаев, Миязова, Қосаева, Диана деп көрсетесіздер. Бұл арызда, бірақ та сіздердің қолдарыңыз жоқ бізге ұсынған. Берейін бе? Бұл арыз сот кабинеті арқылы кетті. Сот кабинеті арқылы кетсе, сіз бесеуіңіз қалай қол қойдыңыздар деген сұрақ туындайды. Мен сізге түсіндіріп айтып отырмын. Сот кабинеті арқылы менің электрондық қолтаңбам арқылы кетті. Және менің сенім хаттарым тіркелді. Сіздің сенім хаттарыңыз. А басқа Ажигалиев, Мустапаев, Миязов, Қосаев бұл талап арызға еш қатысы жоқ. Қалай сатасаңыздар өздеріңіз. Құрметті сот, айтсам бола ма? Болады. Мына жерде көрсетілген вот. Ажигалиев Бақтагүл Жақсылықовна, Мустапаев Али Мусабекович, Миязов Бекзат Азатханович, Қосаева Дина бұл істе хабарлама негізінде іске қатысып отыр, өкілдік ету туралы. Бірақ та азаматтық талап арыз жолдау үшін, азаматтық талап қою үшін, өкілі болу үшін ол кісілер жаңағы Нұрумова, Кадирова, Бишімбаевадан сенім хат алу керек болған. Және сенім хат негізінде ол кісілердің азаматтық талап арызын қолдау тиіс. Аталған талап арыз заң талаптарына сәйкес келмейді. Сол себепті құрметті сот, аталған талап арызды қараусыз қалдыруды сұраймын. Жақсы, бұл бойынша сот шешім қабылдады. Азаматтық талап арызды сот қабылдады. Себебі Шекеев Мейірман Қалмаханович өзі жазып қол қойып жібердім деп айтып отыр. Сондықтан оны өкілеттік етуге сенім хаты бар. Сондықтан сот қабылдап отыр бұл. Және бұнымен қоса бұл өздерінің мүдделеріне қатысты емес, жәбірленушілер Нұрумов, Кадирова, Бишімбиева өкілдік етіп отырған адамдарға пайдасына сұрап отыр. Сондықтан сот қаулы етті Нұрумов, Кадирова, Бишімбиеваны азаматтық талапкер ретінде тануға. Жақсы, басқа. Адвокат Абинов. Құрметті сот, менің жәбірленушілердің өкіліне бір сұрағым бар. Қойыңыз. Осы талап арыз бойынша ма? Иә. Мына жерде Нұрумов, Қаржаубай, Бишімбиев өкіл бара. Екеуі бір үйдің бір адрестен көрсеткенсіздер. Фамилиялары арқылы бұл кісілер некеде бар ма? Неке куәлігі бар ма сіздерде? Бұл қандай іске қандай қатыстылығы бар? Түсінбедім? Іске қандай қатыстылығы бар?
кешіріңіз, екі адам, екі бөлек адам ба, екеуінің баласы ма, или біреуінің баласы ма? Екеуі қылмыстық шеңберінде. Бар ма, жоқ па, соны айтыңыз. Куәлігі бар ма екеуінің? Мен оны қазір айта алмаймын, мен білмейді екенмін. Бірақ қылмыстық іс шеңберінде үшеуі де жәбірленуші болып танылған. Қылмыстық іс бойынша неке туралы біз бір жерде сұрақ қойып жатқан жоқпыз. Гүлбарамның да баласы Шерзат, Қаржаубайдың да баласы Шерзат. Осы қылмыстық іс бойынша олар жәбірленуші болып танылған. 71-ші баптың 11-ші бөлігін қарасаңыз, әрқайсысы жеке-жеке бере алады. Ақшалай қаражат аударымларының түбірдегі қандай аударма екенін мен түсінбей тұрмын. Каспий қосымшасы. Сол бойынша түсіндірме жасап жіберіңізші. Нақты. Құрметті сот, маған берілген ұсынылған құжаттар ретінде Каспий арқылы төлем жасағандарын көрсетті. Егер біз барлық кезде тек оны қазір шығарып берсеңіз шығарып береміз, құжат ретінде мен оны жасап бере алмаймын. Өйткені ол өзінің қосымшасында. Қазір сіз бірге аударым жасасаңыз да, ол тек солай ғана шығады. Жоқ, мүліктік залалды дәлелдеулеріңіз қажет. Жақсы, құрметті сот. Бойынша. Бұл бойынша әр қайбына төлемдердің немнеге жұмсалғаны туралы дәлелдемелер ұсынуларыңызды сұраймыз сотқа. Құрметті сот, оның үстіне фискальный чек керек болады. Каспийдің аудармасы фискальный чекке жатпайды. Мен осы бойынша түсіндіріп кетейін. Әділет министрлігінің берген түсініктемесі бар. Қазірге өкілдікке төленген Каспий төлем арқылы да олды төлем ретінде саналады. Мен сізге керек болса, соның түсіндірмесін жіберейін. Төлем ретінде саналады, дәлел ретінде жатпайды. Жақсы, осыған байланысты. Бұл құжаттарды қашан ұсына аласыз? Келесі сот отырысына, құрметті сот. Келесі сұрағым. Қойыңыз. Қосаева Дина. Ол біздегі әріптестеріміз. Енді кешіріңіз, сіздің әріптестеріңіз артыңызда оның әріптестерін шығар? Қазіргі таңда мен айтып кеттім ғой, менің атымнан берілді қабылдаңыздар. Иә, бәріміз қол қойымыз керек еді, үлгермеді, сондықтан менің атымнан ғана бұл талап арыз кетті деп есептесеңіздер болады. Онда басқа адамдарды алып тастаңыз. Жақсы, алып тастайық. Егер өз атыңыздан ғана болса. Не алып тастайық, не жауап берейік. Содан кейін сенім хатыңыздың көшірмесін берсеңіз, сол жерде бар ма? Жақсы. Сотқа ұсынылған, егер сізге қажет болса, мен берем хат арқылы. Адвокат Бөленбаев, сізге сұрақ қойсам бола ма? Рұқсат па? Қараңыздар, менің қорғауымда Сакиев тек Гайыпбаевқа қатысты қылмыс бойынша айыпталушы ретінде танылып отыр. Ал тергеушінің 17 желтоқсан 2024 қаулысымен Гайыпбаевтың мүддесін қорғайтын Кадирова Жұмабике Жолдасовна танылған. Қазір уақытта сіз Сакиевтің Нұрым Қаржаубайдың пайдасына және Бейшенбек Гүлбарам пайдасына әрқайсынан үлескер ретінде 100 миллионнан сұрап отыр. Осыны түсіндіріп беріңізші, не себептен? Қараңыз, талап арыз берген кезде талап қоюшы бар және жауапкері бар. Талап қоюшы өзінің позициясын өзі анықтайды. Мен түсіндіруге беруге қажет емес, міндетті емес. Кешіңізде сіз талап арызға пікіріңіз болса беріңіз. Жоқ, қорғау тарабы талап арыз келтірілді. Осыған байланысты өздеріңіздің талап арызды мойындайтын немесе мойындамайтын туралы айта берсеңіздер болады. Қай жағын мойындайсыздар, қай жағын мойындамайсыздар? Жоқ, құрметті сот, толықтай мойындамаймыз, қанағаттандыру қалдыруды сұраймыз. Өйткені мен айтып отырғандай, бұл жерде Сакиев айыптау органдары тарапынан тек қана Гайыпбаев қатысты қылмысқа айыпты ретінде танылған. Ал қазір уақытта қандай негізде Сакиевтан Кадирова Бейшенбиевтің пайдасына және Нұрымовтың пайдасына 100 миллион моральдық шығын өндіріп отырғаны бізге түсініксіз. Енді азаматтық процесс. Оны нақты, оны талдап, мен өзім позициямды сот жарыс сөзінде білдіремін. Жақсы. Тағы да айтамын деушілер бар ма? Сіздерге қорғау тарабы, сотталушылар сіздерге де қатысты. Осы талап арыз бойынша пікірлеріңізді қазір айтуға болады, немесе жарыс сөздерінде де дайындалып кеп айтуларыңызға болады. Сот бұл талап арыз бойынша да бәрібір кеңесу бөлмесінде іс бойынша шешім шығарған кезде шығарады. Айтуға болады. Құрметті сот, мен әріптесім Бөленбаевқа жауап берсем бола ма? Қылмыстық процестік кодекстің 71-ші бабы бар. Жәбірленушілердің міндеттері, құқықтары. Сол жерде 11-ші тармақ бар. Ол жерде кез келген жәбірленуші сотқа қарап айтыңызшы. Өзінің жәбірленушінің өкілі болып, кез келген жақын туыстары талап ете алады.
яғни туған бауырлары, әке шешесі және әжесі атасы нақты көрсетілген. Сондықтан Кадирова шешесі болғанмен, анасы болғанмен, Қаржаубай оның туған бауыр болып есептеледі, жақын туысы. Сол себептен болатын. Жоқ, түсінікті. Ол енді Полат Шерзатқа қатысты болса түсінем. Ал Гайыпбаев, мысалы, бұл Гайыпбаевты қандай да бір қасақана өлтірді деген айып тағылған жоқ. Дұрыс па? Ол жәбірленуші ретінде Гайыпбаевтың өкілі Кадирова танылған. Сондықтан тек талап арыз Кадирова талабының түсінуге болатын еді. Осы бойынша айта кетейінші. Құрметті сот, бұл істе жалпы ең бірінші жәбірленуші болып, адам өлу фактісіне байланысты жәбірленуші болып Бишімбаева танылған. Нұрымов өзінің алған дене жарақаты бойынша жәбірленуші болып танылған. Гайыпбаев өзінің алған дене жарақаты бойынша жәбірленуші болып танылған. Және жаңағы мен әріптесім айтып кеткендей, Гайыпбаев қайтыс болып істен шыққаннан кейін жәбірленуші ретінде мүлдем басқа тұлға оның өкілі ретінде танылған. Кадирова ол да өзінің алған дене жарақаты бойынша жәбірленуші болып танылған. Ол Гайыпбаевтың өкілі, Полаттың өкілі ретінде танылмаған. Олар өздерінің алған дене жарақаттарына байланысты жәбірленуші болып танылып отыр. Енді менің сұрағым, айтасыздар ма, менің қорғауымдағы Қали Ахметтің қандай іс әрекетімен жәбірленуші Калиеваға осындай 20 миллиондық шығын келтіріліп отыр? Егер де менің қорғауымдағы Қали Ахмет ол кісіні көрмесе, ол кісі оны көрмесе, бір-бірінің мүлдем көрмесе, ешқандай оған қатысты іс әрекет жасамаса, қандай іс әрекетімен оған осындай шығын келтіріп отыр? Сондай-ақ, қандай іс әрекетімен Қаржаубай мырза өз сотта берді? Менің қорғауымда Қали Ахметке қандай да бір шағым жоқ екенін айтып өзі көрсетті, және оның қандай да бір іс әрекетін байқамадым деді. Сондай-ақ сол Нұрымовқа қатысты менің қорғауымда Қали Ахметтің қандай іс әрекеті арқылы Нұрымовқа осындай материалдық шығын келіп тұр? Адам өлімін қоспаңыздар, тек өзіне келген дене жарақаты бойынша және жәбірленуші болып тануына байланысты. Жоқ, бұл да іс бойынша сияқты шешім қабылдайды сот кеңесу бөлмесінде. Сіздер өздеріңіздің қарсылықтарыңызды сот қазір немесе жарыс сөзінде дайындалып берулеріңізге болады. Тағы да түсіндіріп өтем. Құрметті сот, мен айтсам, соны айтып түсіндіре аласыз ба? Жәбірленушінің өкілі. Құрметті сот, Қали Ахметтен жәбірленушілерге қандай шығын келтірген? Біз жазып шықтық, біз талап арыз берді. Азаматтық процесс кодексінің 166 бабына сәйкес сіздердің пікір білдіруге құқықтарыңыз бар. Біз бердік, сіздер екінші тарапсыздар. Бұл жерде азаматтық процесс кодексінің 72 бабына сәйкес әр тарап өзінің уәждерін дәлелдейді және өз пікірін білдіреді. Сондықтан сіз қазір жарыс сөзде отырсыз ба, мен білмеймін, не үшін сұрап отырсыз. Біз бердік, біздің позициямыз сондай болды. Жақсы, отыра беріңіз. Дәлелдеу керексіз ғой өзіңіздің оны енді сот шығарады ғой шешімді. Мен жаңа ғана түсіндірдім, сот өздеріңізді қарсылықтарыңызды сотқа айта берулеріңізге болады. Құрметті сот, адвокат Абенов, жаңа мен тек қана немді айтқам, енді пікірімді айтып жіберейін. Мойындайтын, мойындамайтыңыз. Құрметті сот, біз мойындамаймыз. Біріншіден себебі Қаржаубай осы сотқа келіп жауап берген кезде, мен бұларға ешқандай материалдық талап етпеймін деген. Енді ойлап отырмын, бұл кісілер сол кісінің берген сенім хатын пайдаланып, өзінің пайдасына беріп отыр ма? Неге олай істеп отыр? Шындығында ол кісі айтқан жоқ, сотта сұраған жоқ. А енді келіп айтсын, сұрап отырған. Біз сене алмаймыз. Сондықтан рұқсат па, құрметті жауап беру? Рұқсат. Бас тартамыз, ойнамаймыз. Сіз енді заңгерсіз ғой, өйтіп жала жабудың қажеті жоқ. Қаржаубай менің сенімдегі адам. Осы талап арызға қол қойған нұсқасын көрсетейін. Бірақ адам өлген факт, адам жерлеген факт, біз оны өз негіздеп отырмыз, келісу, келіспеу ол сіздің тарапыңыз. Моральдық шығын адамды қаншама ақша төлесе де өмірін қайтып алып келмейді. Ол жоғарғы соттың нормативтік қаулысымен қарастырылған. Бұған байланысты сот былай деп түсіндірме жасайды. Жәбірленушілер сот отырысының басында, бас сот талқылауының басында сотпен сұраған кезде ешқандай талап арыз қоймаймын деп айтқан мәлімдеді. Ол рас. Бірақ сот сол кезде жәбірленушілерге түсіндірген болатын.
егер келешекте талап арыз қоямын деп жазсаңыздар, олардың қоюға рұқсат құқықтары бар. Олар кез келген уақытта қоя алады. Осы сот отырысында немесе осы сот отырысы аяқталып, азаматтық тәртіпте мекен жайлары бойынша да беруге болады. Басқа? Құрметті сот, олардың аузынан біз естіген жоқпыз енді. Қазір бере алатынын білеміз. Бірақ беріп отыр ма, бермей отыр ма? Бұл қазіргі кезде представительдер өздері жазып Іс бойынша өкілдері қатысып отыр. Олардың беруіне құқығы бар. Басқа? Тағы айтам деушілер бар ма талап арыз бойынша? Жақсы. Баймұханова, Қали Ахметтің мүддесінде. Мен талап арызбен толығымен танысып шықтым. Бұл жерде жалпы талапкердің өкілі тек жаңағы адам өліміне қатысты мәліметтер жасайды және соған сүйенеді. Бірақ та қандай да бір жаңағы жәбірленушілер Нұрымов, Гайыпбаев, Кадирова қатысты қандай да бір дәлел сотқа ұсынбайды. Заң талаптарына сәйкес талап арызды беріп отырған адам өзінің талап арызын дәлелі ретінде объективті мәліметтерді ұсыну керек. Алайда бұл талап арызда ондай мәлімет жоқ. Сол себепті, құрметті сот, біз бұл талап арызбен келіспейміз, толығымен келіспейміз және мойындамайды талап арызды. Мен қорғауымда Қали Ахмет. Сот айтатындарыңыз бар ма? Жаңа кім айтам деді? Құрметті сот, бұл талаптан бас тартуын сұраймын, қанағаттандырғызбауыңызды. Мойындамаймын. Себебі мен өздеріңіз көргендей видео техтан, фото зерттеуден бәріне мен Полат Шерзатқа жақындаған жоқпын, оны ұрған да жоқпын. Мен тек қана Гайыпбаев Нұрғанатты 2-3 рет тепкем. Мен сол үшін есептеп қарасам 150 миллион теңге болып тұр. Мен 3 рет тепкенім үшін 150 миллион теңге. Бас тартуын сұраймын бұдан. Отыра беріңіз. Жақсы, онда бүгін келесі сот отырысын дүйсенбі 2 маусым 2025 жылы 10 сағатқа тағайындайды. Сол уақытқа дейін жәбірленушінің өкілдері бүгін ертең қорғау тарапына осы дәлелдемелерді және сотқа ұсынуларыңызды сұраймын. Сот 2025 жылы 2 маусымда сағат 10-да жалғастырады. Жарыс сөзге дайын болуларыңызды сұраймын. Айтыңыз. Сұрайын деп едім, құрметті сот. Немене туралы? Видео, анау. Нұрғанат сөйлеген видео жайлы. Больницада. Айтыңыз. Соны сіз жоққа шығарып жатыр еді, соны қалай шешілді деп? Оны кеңесу бөлмесінде шешім шығарады деп шешті сот.